сәлем. Мен Нұрбол Сүлеймен, жасым 9-да. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар ауылынан келдім. Мен сахнаға шыққанда алдымен басым дейіп, сосын кейін әнді айтам. Сахнадан шығып баратқан кезде қайтам басым дейіп кетемін. Ең алғаш сахнаға шыққан кезде мен әйтеуір шықтым ау сахнаға деп қуанып, сосын кейін бар күшіммен әнді айттым. Бірақ сонда да менен жақсы айтатын адамдар болды, сосын кейін 3-ші орынға қалдым. Біз үйде жетеуміз. 2 қарындасым, әкем мен анам, атам мен әжем бар. 2 қарындасымды еркелетем, және де жақсылыққа үйретемін. Үйді жинамай кетіпті сол кезде. Үйді жинайсыңдар ма деп сұрайым, жоқ дейді, сол кезде бірге жинайық, ойнайық деп алдай салам. Кім көп жинайды, сол жинайды деп ойнаймыз. Сол кезде тап-таза болып қалады. Қазақстан дауысы балалар жобасының жеңімпазы болуға лайықпын. Өйткені мен дауысым жақсы, әрде мен адамдарға көмектесіп, көп дайындалдым. Және де мен табиғатты қорғап, дауысыма көп күніне 7 рет түрлі жаттығулар жасаймын. Мен өзіме сенімдімін, толқу, қорқу деген жоқ. Мен ішкі түйсігім маған 4 тәлімгерде бұрылатып тұр. Бұрылса Дастан Оразбековқа, немесе Маржан Арапбаеваға барып жүрді. Өйткені ол тәлімгерлердің дауысы маған ұнайды. Немеремен дағы жол тілеймін, не тілеген тек орындасын, не тілеген арманды орындасын деп шын ниетпен келіп отырмын. Қобалжымай, әнін жоғары деңгейде орындап шықса екен деп тілеймін. Қымбатты көрермендер, дәл қазір біздің ортамызға сүп-сүйкімді жігіт келе жатыр. Неге қабағыңды түйіп келе жатырсың? Бәрі дұрыс па? Жоқ, қабақ түйіп тұрам жоқ болмай. Дайындығың тамаша ма бүгін? Дайындығым өте тамаша. Ой, мен қуаныштымын, Нұрбол. Сахнада өзіңе өзің сенімді болып, тамаша ән орындап шығуыңа мен тілектеспін. Рахмет. Кеттік. Ал, Нұрбол сахнада. Әжесі жанында қобалжып тұрсыз, папа. Менікі келесі қатысушы. Менікі болды. Сенікі ма? Менікі болды. Жасыл жайлау, төкте тілем, көк кілем, кілемде көп аунаймын, көп күлем, маңдайымнан сипап өткен самалды, қадағымның оғалықына секілем. Қазір бұрылады. Қайда жүрсем атап еткен күн кейін
Жарайды. Ей, алтыным. Астан бұрылды. Бұрылды апа, жобады. Міне Азамат. Дастан, сен бұрылдың ба? Мен бұрылдым. Сәлем. сәлеметсіздер ме? Құдай. Саламатсыз ба? Атың кім? Нұрбол, Нұрбол, әжіресің. Жасы нешеде Нұрбол? 9. 9-да. 9-10. 9 мен айттым 8 деп. Нұрбол, қай жерден келдің? Мен Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар ауылынанмын. Бәрекелді. Бұл әнді неге таңдадың? Өйткені мен бұл әнді натам және де патриоттық әндерді көп айтам. Міне. Неге шапалақ ұрмаймыз осында балаға? Кәне бір доғал шапалақ соғып қойыңдар. Ай, жарайсың. Қайырмасын тағы да бірге айтайықшы. Жайт. Жарайды, ал сен баста, мен саған қостым. Қайда жүрсем атамекен, көкке елген жата кеткен, күннің өзі ұясына қимай оңай батады Дастан, Нұрбол, Мынандай құтты болсын. патриот баланы қалай құшақтамайсың, әкеш? Әй, бәрекелді. Доғал шапалақ соғып қойыңыздар, міне Азамат, осындай патриот балалар біздің ертең болашағымыз. Мен қатты өкініп отырмын. Мен де құшақтайыншы, бола ма? Жоқ, бір адам ғана құшақтайды. Өзі Дастан мырзаға барғысы келіп пе негізі? Жоқ, сен өттің. Нұрбол, қуаныштысың ба? Иә. Дастан Оразбеков ағам саған өз бұрылып сені тобына қабылдады. Қалай, көңіл күйің жақсы ма? Қаттан да жақсы. Әй, Мен сені құшақтайыншы? Ал, сәттілік саған кел. Бізбен бірге де құшақтасың. бақ, Маржан әкеге сен құшақтағысы келіп тұр, сен жұмыста Келе ғой. Ай, жарайсың. Нағыз жігіт. Жұбаныш ағана ассалаумағалейкум деу. Ассалау қойды дейді. Бақыт, рахмет. Сәттілік. Іске сәт. Ертең күшті әндер дайындаймыз. Сау болыңыздар. Сау бол. Бар бол. Қызығы. Беріліп тұр ғой кәдімгі, беріліп. Қаттыдан да қуанып тұрмын деді ғой. Осындай сөздердің өзіне бір кәдімгідей ләззаттанып қаласың ғой. Нық сөйлеп тұрған бала. Иә. Ал, Нұрбол келді ортамызға, құттықтаймыз. Бер жақ келіңіздер, апа, бер жақ келіңіздер. Келіңіздер, ортаға келіңіз, орта, кел. Нұрбол, қалайсың? Жақсысың ба? Келе ғой, қолда кел. Қобалжыдың ба? Біраз қобалжығам болды, бірақ қобалжымаймын десем де. Қобалжымаймын десең де қобалжыдың, иә? Дастан мырзаға барғың келді, қуаныштысың ба? Иә. Соңына дейін ешкім бұрылған жоқ. Ай, болды, бітті деп ойладың ба? Жоқ, ойламадым. Бұрылатын білдің ба? Білдім. Бірақ Дастан аға деп ойламадым. Кім бұрылады деп ойладың? Білмеймін. Ойламағам кім бұрылады деп. Бірақ ешкім де ойламағам. Бірақ біреу бұрылады деп ойладым, бірақ кім екенін білмедім. Ай, тамаша. Енді әжең, анаң, ағаң кәдімгідей қолдады сені. Финалға дейін жетесің бе бұйырса? Иә, жетем. Сөз бересің бе? Сөз берем. Тамаша. Ендеше қолдап қойық құшақтап. Тамаша. Құттықтаймыздар бол. Енді балалардың патриоттық бағытта тәрбиеленгені әдемі ғой. Ескендір ағаның бұл әнін біздің бала кезімізден қараймын ғой. Сондықтан бала дауыспен тыңдағаннан кейін бір басқаша әсер етеді. Бірақ ең соңында баладық деп қоямын. Шынымен де мен патриотпын деген сөздің өзі енді сирек естисің мынандай жастағы баладан шынайы айтып тұр. Сондықтан сондай сезімді қарап оның үстіне бір өзінің патриоттық сезімін артып қайта 10 есе бір ішіңнен күшейіп кеткен секілді болады. Бұл әлді кішкентай кезімізде бәріміз айттық қой мектеп қабырғасында көк кілемде көп ойнаймын деген сөздің өзі апамның кілемі есіме түсіп кетеді ауылда. Иә? Ол рас, басқа балалар көріп, олар да осындай әнді кеңінен орындаса керемет қой. Дастанның басқаны да дұрыс шығар, бірақ енді алдымызда балалар қыздар бар ғой деп отырмын енді. Үмітімді үкілеп.